Мен бірақ әуелден жалпы Кака бапкердің біздің ұлттық құраманы жалпы бапкер болуына үлкен деңгейде мойындамаймын. Бірақ біз осы жаңа дәуірге өтеміз деп сол фундамент қалыптастырамыз дегенде біраз елден қалып қоймаймыз да ертең. Это не наша игра деп айқайлап Каканың видеосы пайдасы жоқ одан. Саған нәтиже керек, жеңіс керек. Неге батыстан дейді да, сондай бір адам табылмай жатыр дейді да, батыстан бум шығара салатын, міне Семей сияқты қолдан проект жасай салатын. Демек, белгілі бір кісілерге ұнамаған шығар. Футзал керек емес бізге. Армысыздар қымбатты көрермендер, бізде кезекті шығарылым. Бүгінгі шығарылымды біз футзалға арнағалы отырмыз, және бізде студия қонағы айтыскер ақын емес, ақын, композитор Ерболат Қарақойшыны шақырдық. Ерболат мырза, қош келдіңіз. Енді бүгінгі тақырып футзал жайлы болмақ. Енді өзіңіз де футзал ойнайсыз, футзалды енді жақсы көресіз деген сияқты биыл гимн жазыңыздар ғой, футзалдың әнұранын жазыңыздар. Сондықтан да енді футзал жайлы айтайықшы. Биыл енді өте ауыр жыл деп айтса болады ұлттық құрама үшін. Еуропа чемпионатынан тыс қалдық. Жалпы биылғы жылды қалай қорытындыласақ болады жалпы футзалда? Ассалаумағалейкум. Енді футзалға гимн жаз деп бастап жатсыз ғой. Гимнді негізі біз жақсы оймен істегенбіз. Сол гимннан кейін ары қарай жеңіске жетеміз деген сияқты, бірақ енді бұйырмай қалды. Енді әңгіме әнұранда, әнде сөз емес қой негізінде. Жалпы бұл жөнінде айту үшін мен тіке айтып кетейін, бір футзалдың майын жілеген жағып майын ішкен адам емеспін, жалпы жанкүйеріміз ғой ең біріншіден. Айтқым келген нәрсе, осыдан 10 жыл бұрын көптеген жанкүйерлер айтты. 100 комментарий болса, ішінде 3-4 болды да, бразилиялық ойыншыларды қоса бергеннен бізге қатты пайда жоқ, солармен қатар қасына қосып дамыту қажет деген сияқты. Біз осыдан бір 5-6 жыл бұрын Франция, Италия секілді командаларды ойсыратып жеңіп жүрдік та, себебі ол кезде бізде легионерлер қатты болды, мықты болды барлығы. Олардың жігіттері жас болды. Бірақ біз сол кезде сол жеңіске масаттанып жүрдік та. Қазір біздікілер қартайды ғой легионерлеріміз енді. Бірақ енді әрине көптеген Дуглас, Леолардың қасында біздің Оразов секілді, Тұрсақұлов секілді балаларымыз өсті ғой. Бірақ бізде 1-2 бала өсіп жатқан кезде оларда көп бала өсіп жатты да. Сіз қазір алып қараңыз, Францияның құрамасы қандай, Италия қандай, бәрі мықты қазір. Арменияның балалары қандай бейнеу. Сол әбден бәрі біткен кезде біздің бетімізге басып жатқан сияқты. Иә, сол ғой. Өзбекстанды айтады. Иә, өзбектер де тура солай. Тура солай олар тек бапкер алып келді де балаларын өсірді. Бұл жерде біздің ұлттық құраманың еңбегін жоққа шығармаймыз. Әрине, кезінде пик болды. 3-ші орынды алдық Еуропада, Әлем чемпионатында Португалия, Испаниямен кәдімгідей 100 қарағайдай мықты командалармен шебер ойнап тастадық біз, әңгіме жоқ. Бірақ бәрібір жылдар өзінікін алды да. Жылдар жұрт біз дайын тамақта келіп жатқан кезде жұрт өзі тамырын салып жастардың. Ол жастар өсті, қазір шықты. Ал біздікілер дайын тамақ кетті, бітті, болды, жасы келді, бәрінің Дуглас Арабияға кетті, Арабияның деңгейін білесіз ғой енді. Лео басқа жаққа кетті, андамында кеткенде. Менің ойымша біздің ұлттық құраманың деңгейінің төмендеуі білесіз бе, қай кезден басталды менің ойымша. Бұл УЕФА, яғни немесе ФИФА анау заңды шығарды ғой. Бұрын андай еді қой, Бразилияда жүрген бір жігіт болса, жақсы ойыншы болса, ол ойнамаған болса, ұлттық құрамаға алуға саласын. Қазір 5 жыл деген уақыт берді ғой, 5 жылда қалай болды, бәрі жабылды да қалды, мысалы үшін. Содан кейін тіпті андай болып кетті ғой, ана Карпюктің неше жыл болған, ана кім Аяттағы балаларға неше жыл болған деп, қазір жанкүйерлер бар ғой, жастар іздемейді, дедезинін алу керек, неше жыл болды екен, сөйтіп іздейді мысалы үшін. Біз үйреніп қалғанбыз соған. Біздің жастар жоқ емес, бар, бірақ бізде оған мүмкіндік берілген жоқ, шыны керек. Мен бұл жерде бапкер ретінде сөйлемей ақ қоямын, бапкердің еңбегін жоққа шығарып. Мысалы үшін мен бапкер болсам, мен өзім танитын ойыншымды алып келемін ғой, сенетін, осыған сенен болды деп қалған білмеймін деген сияқты. Өзім ойым ұлттық құраманың біз атын шығардық та, оның фундаментін қалыптастырамадық деп ойлаймын. Қазір жасы келді, қартайды. Енді одан кейін кім бар дегенде балалар жоқ емес, бар, тәжірибе аз. Сол себепті, мысалы кеше енді Италиямен ойында, шыны керек, биылғы жылдың ең бір ауыр ойыны ғой. Сендік, тіпті мен бар ғой, қонақта жеңеміз деп ойладым. Себебі анау тек қана Мерлин ба, сол болды мықты ішіндегі өзім ойымша енді. Бірақ Италияда білесіз бе, бізді жеңуге себеп болған біріншіден мінез сияқты. Біздің жерде жеңуге себеп болған ба. Екіншіден бізге сәттілік серік болған жоқ. Біз қанша мүмкіндік жібермедік. Осы сылтау емес па? Бізге сәттілік серік болған жоқ. Ол ақтаудың жөні бөлек, осының ойынды көрген адамның ойыны бөлек та. Біз қаншама бірге бір сала алмады, Абдиманапұлы шығып сала алмады, Эдсон қаншамасын сала алмады, қаншамасын бағана құтқарды мысалы. Пенальтиде де сала алмады. Ол пенальти енді ол Қазақстан ұлттық құрамасы бар ғой, өзі тарихты алып қарасаңыз, пенальтиден мүлде жол болмаған.
Испанияға ұтылған, Португалияға ұтылған пенальти. Мен айтқам сол кезде біз 2 мәрте маңызды ойнатылып қалғанбыз пенальтиден. Үшіншісін қалай болады деп. Жетті, біреуі де соға алмады ғой. Бұл жерде енді андай ғой, жеңістің әкесі көп, жеңілістің ғана жетім дейді ғой. Жеңілген адамға сын көп қой, анау дейді, мынау дейді. Бірақ енді жеңіліп қалдым екен жарғала алмайсың ғой. Алдында әлем чемпионаттары бәрін бастайсың. Бірақ сәл өкінетіні енді ол біздің шығатын жеріміз еді негізінде. Шығатын жеріміз еді. Бірақ осының барлығы жаңағы Еуропаға шыға алмай қалдық. Ана ойыншы жарақатта, мынау жарақатта сөйтіп жатқан кезде Еуропаға өтпей қалдық. Бір ауыр соққы болды, жанкүйерлер кәдімгідей арена неде болдық қой, жақсылық үшкен бір кәдімгі жылап отырған болельщиктер болды ғой, кәдімгідей жылап отырған еңкілдеп. Әрине, себебі сөйтіп жатқан кезде Кака бапкердің кетіп қалу бұл 2 есе орысша айтқан двойной удар болған жоқ қой бізге. Білмеймін, мен бар ғой, осы жерде қазір мына подкастты көретін көрермендер, мынау не деп отыр деп мен сөгуі мүмкін да. Мен бірақ жеке Қазақстан ұлттық құрамасының жанкүйер ретінде ғана ойымда бұл. Мен бір арнайы маман емеспін. Мен бірақ әуелден жалпы Кака бапкердің біздің ұлттық құраманы жалпы бапкер болуына үлкен деңгейде мойындамаймын. Неге айтайын ба? Себебі Қайраттың историясын алып қарасаңыз, тарихын, Чемпиондар лигасында, УЕФА кубогында бәрін жасап берген Кака. Сізге сұрақ қояйын. Кака клубқа келгелі, ұлттық құрамаға келгелі ешқандай трофей ұтпаған адам. Мен қателеспесем егер. Енді бұл несін айтамыз ғой, былтыр енді Өзбекстандағы жартылай финал деп соны ғана айтамыз. Жартылай финал трофей емес қой. Жоқ, енді соны трофей, бапкерде трофей болу керек бәрі. Біреу. Ол бір жыл болса бір жолында, ол Қайратпен ел чемпионатын ұтады ғой бәрі. Сіз де жеңе аласыз Қайратпен. Мысалы үшін ел чемпионатын бар ғой. Кака бапкер шыны керек бұрын мынандай болды, бір сұхбат оқығам. Қазір Қазақстан ұлттық құрамасының бапкерінің тактикасын бүкіл әлем мықтылар жаттап алды деген нәрсе бар. Ол шынымен мен бұрын мойындамайтынмын. Себебі біздің ойын қандай еді? Егитаға береді, Егита көтерілді, болды осы ойын. Тек қана осы ойын. Біз Өзбекстандағы ойында, Аргентинамен ойында, мен Аргентинаның ойынына қарап, бір 10 минут па, 5 минутта мен ана Аргентина тіпті Португалияны ұтып кеттік қой біз. Сол кезде мындай әңгіме тарады ғой. Португалияны жеңіп кеттік, болды біздің жолымыз ашылды деп. Португалияның Аргентина бар ғой, Португалиядан 2 есе мықты команда. Ойыншыларының техникалары әлсіз шығар, бірақ олардың командалық ойыны сұмдық. Сіз бізбен ойынды қарап шықсаңыз, прессинг деген мықты. Мүлдем шаршамай ма, біздікі добалған бойда көтеріліп кетті болды. Ал ол ойын бізге келмейді. Олар көтерілсе Егита шыға алмайды, болды не істейді? Айналып жүрді, қойды болды. Солай жақ қойды біз Аргентина мысалы үшін. Бізде баяғы қатып қалған бір тактика болды. Мен түсінемін, жанкүйерлер не деп отыр ренжіп жүрмін, қайталап айтамын. Бірақ ол сен мына жерде TikTok-қа видеоға түсіріп алып, "Это не наша игра" деп айқайлап, Каканың видеосы пайдасы жоқ одан. Саған нәтиже керек, жеңіс керек. Сол үшін мен ойлаймын да, менде мындай ой болды. Неге қазір футзалда испаниялық бапкерлердің дәуірі жүріп жатыр. Мендос сияқтылардың бар ғой. Жаңа бапкер керек. Ол бапкер мейлі сенің ойыншың ойнай алмасын, тәжірибесі аз болсын, есесіне ол тактика қойып береді. Сен былай жүре берме, болды. Былай қойып береді да. Каканың ойыны бір ойын ғой болды. Каканың ойнайтыны бір ойын болды. Сөздің шыны керек. Каканың танитыны бір ойыншылары болды. Басқа ешкім болған жоқ. Айтпесе оның жасаған еңбегіне рахмет. Қаншама бізге эмоциялар сыйлады. Бірақ тап осы мен ойладым енді. Біздің басшылықтың ойы былай болған сияқты. Егер Италиямен ойында біз жеңетін болсақ, Какаға мүмкіндік береміз Еуропаға соңғы рет, ал жеңбейтін болсақ, онда қош сау бол дейміз, бәрін жаңадан бастаймыз дегендей. Бірақ дәл сол жерде Еуропа чемпионатының жолдамасын құрбандыққа шалғандай болған жоқ па деген ой болды менде. Көреген жақсы шықса шығамыз, шықпаймыз дегендей болып. Ал ол жерде жарақат дейтін нәрселер бар ғой, қатты бір себебі емес ау деп ойлаймын мен. Уақыт болды ғой бізде. Бізде бар ғой, сөздің шыны керек, көптеген ойыншыларымыз анау маусым аяқталып қалды деген әңгіме айтылған менде, біздің футзалдағы балалар маусым аяқталып қалды деген теманы білмейді. Бітіп кетсе жазда ойнайды, шөпке ойнайды, газон ойнайды, әуесқой турнирге ойнайды, жарысқа ойнай береді ол жігіттер. Білмеймін енді, тәжірибе жетпейді деп ойлаймын өз басым, басқа ештеңе емес. Бірақ көптеген адамдардың ойы Каканы тыңдайды ғой. Каканы дұрыс тактика қойған жоқ. Енді сол деңгейдегі, ол деңгейден асып кететін адам табыла ма бізге дәл қазір ұлттық құрамаға? Білмеймін енді, қай естідім мен, Какао келеді деген. Қайтадан. Бірақ енді Какао жақсы бапкер ғой, бізге тарихта ең бірінші сыйлаған сол ғой енді. Бірақ анау Жозе Моуриньоның Челсиге қайтып келген сәтті әңгіме ғой, қарапсың, ол қайтып келген кезде екінші рет қалай болады екен. Ол қайтып Какао келер, бірақ қайтып Дуглас, қайтып Леоны таба ма ол деген сияқты ой ғой мына жерде бізде. Сондай ойыншылар ойнап бере ма оған? Ол білмеймін, Какаода Кувейтте жүріп қатты бір ештеңе тындырған жоқ. Қазір мықты ойыншы, мықты тактик қой негізі өзінің ашық. Қайраттың бүкіл тарихын бәрін сол кісі ғой. Білмеймін енді,
қалай болатынын бәрін жаңадан бастау керек қой енді. Жаңадан дегенде бұл қалай нәрсе? Мен де көп естідім осыны ше. Бәрін жаңадан футзал жаңа дәуірге өтеді деген қалай қалай басталу керек менің ол? тұжырымымда, менің ойымда сізге айтайын ба, мысалы үшін кім нені жақсы көрсе, сол нәрсе дамиды деген нәрсе бар да. Иә. Әңгіме менің ойымша тіпті бапкерді де емес бар ғой негізі, сөздің ашығы. Бапкерді де емес, біздің мүлдем елде мысалы басшылықта футзалға деген қатты бір махаббат жоқ қой, сөздің ашығы. Бір кездері Димаш Сүлейменовтердің сұхбаттары болды. Біз 3 жыл бұрын экипировкамен әлі жүрміз деген бар ғой. Футзал деген бізде сөздің ашығы, қазір көп жерде айтылмайды ғой. Жетім бала сияқты қарайды ғой бізде футзалға. Сіз қазір қаласының чемпионатын қараңыз да, мысалы үшін ашып қандай залда ойнап отқан қараңызшы, мысалы көп командалардың бар ғой. Әрі кетсе, Семейдің залы бар мықты, Қайраттың өзі күні кеше алды, балуан шолақты бар ғой. Күні кеше алды. Қалғандарының көбі Бәйтеректің өзі жақында ғана зал салды ғой. Зал салды. Енден зал салып дамай оққан кезде легионер болмайды деп қыстады, ақша керек деп бар ғой. Әйтпесе Шымкенттің ойнап жатқан залы, біздің Атыраудың залы бетон ғой, Астанауды мысалы үшін. Жоқ деген жарақат аласың да. Ал ондай жерлерде, ондай нәрседе өскен балалар ертең Еуропаның жарысына барғанда андай паркетте коньки теуіп қояды мысалы үшін. Мүлдем футзалға әуелі бапкерді емес, сен қазір мысалы үшін отырып қой, сізбен біз екеумізге ақшамыз бар да. Алло, какао қайдасың, бізді футзалист қыл дей алмайсың. Сен фундаментің жоқ боласың, сен дұрыс ойнамағансың, дұрыс жерде көрмегенсің. Иә, кішкене әуелі басынан бастау деген негізі сол ғой, дамыту, жас балаларды шығару. Бізде мысалы үшін ана кеше Италияның Португалия емес, Армения, Францияның құрамын қарап отырсаңыз, жас балалар көп. 18-дегі, 19-дағы балалар көп, ал сіз біздің құрама жасын қараңыз. Ондай емес. Бірақ біз осы жаңа дәуірге өтеміз деп фундамент қалыптастырамыз дегенде біраз елден қалып қоймаймыз ба ертең? Франция бізден қалды ма осыдан 5 жыл бұрын? Францияның күліп атты бәрі. Ұтылып жүрген кезде бар ғой. Сол Францияның Этуалын кеше Семейде қалай жеңді мысалы үшін. Жоқ, бізде олар бәлкім мысалға Франция олар сол бір бапкерді әкеп, бұл жалпы футзалда ғана емес, үлкен футболда да сол ғой. Мысалға ақырын бір ұлттық құраманың бапкерін қарасаңыз, ол 10 жыл жаттықтырады, 15 жыл жүргендер бар. Біз ондай болмайды ғой, мысалы, ертең біреу келеді, мына жақта басшылық ауысты, анау ауысып кетеді деген сияқты. Жоқ, енді сіз мына жерде бапкер жөнінде айтпадыңыз, сіз жалпы жаңа дәуірді айттыңыз ғой. Жаңа дәуір деген нәрсе Испанияның өзінде қазір қанша лига барын қараңыз. Жоқ, енді міне, енді жаңа дәуірге жетқанда басшылық ауысып кетсе, ол бітті ғой, ертең қандай адам келеді. Басшылықтың ауысқан не керек? Футзалға махаббаты мықты болса болды ғой кісінің. Ал махаббат жоқ, біреу келсе не істейді? Махаббат жоқ нәрсені футзалға қойсың басшы қылып мысалы. Енді болдық енді осы уақытқа дейін де болдық енді оны. Ал Нұрсұлтан Тұрман деп соған звондамаса мен де білмеймін. Мен білмеймін, менің ойымша бар ғой, ол қолдан макет жасау деген нәрсені қолдамаймын мен өз басым бар ғой. Қазір мысалы үшін мысалы Семей командасы бар ғой. Семей командасының өзі соңғы 3 жылда ма шыққан команда ғой мысалы үшін. Қазіргі ойыншылар топ мықты да. Шүкір, демеушілері бәрі мықты. Бірақ сіз Семейдің академиясы деген нәрсені қалай түсінесіз мысалы үшін? Ертең Семей ойнап кетеді ғой балаларды. Одан кейін кім ойнайды? Ал бір күні Беларусь тұрақса ереже шықсыншы бізге. Қазақстанда бір маусымға легионерсіз ойын болады дейді. Кім ойнайды олар үшін? Мысалы үшін жастар деген сол ғой. Мен айтып тұрғаным сол, жастардан бастау керек бәрін деп бар ғой. Қазір мысалы осы биылға U19, U17, U16 деген көп болып жатыр мысалға. Сол балаларды құр ойнатпай, құр тек жүгірте бермей, ақырында қосу керек қой. Мысалы үшін біздің ұлттық құрамаға ана Дерябин ба, Қарағандының баласы соны шақырды. Мен бір нәрсеге таңғаламын да, жеке жанкүйер ретінде ойым. Мысалға Жетісуда алдыңғы маусымда Ахметтің ойыншысы, Технар ойыншысының аты кім еді? Ұмытып қалып тұрмын қазір. Мықты ойнады. Техника шебері мықты. Сол жігіт шақырған жоқ, мысалы үшін да. Көлбаевтың өзін зорға адам бар ғой, зорға айтты. Көлбаевтың өзін неге шақырмайды деген бір күні шақырды ақыры. Мысалы үшін ана кімді Семейдің ойыншысын неге ойнап келген, Шымкентке ойнап берген бала, оны шақырып қоспай қалды мысалы үшін. Ол көрдіңіз бе? Бәрі басталып кетті, бірақ бәрібір сол жартас баяғы да кім шығады? Баяғы Лео. Мен мысалы сол Италиямен құттықтап барлайыншы. Италиямен ойында 6 ай ма 8 ай ма ойнамады деп айтты. Кака сұхбатында айтты. Пресс-конференцияда айтты. Иә, қазір Дуглас 6 ай ойнаған жоқ. Арабияда бітіп кетті чемпионат, бірақ ол дайын деді. Ал сіз ойында көрдіңіз бе? Дуглас тым дайын болған жоқ. Оның қасында бабында жүрген бір қазақ бала артық етті. Ол Дугластың еңбегін жоққа шығармаймын. Дәл сол ойын маңызды ғой біз мысалы үшін. Сол ойында Леоның ойын жүрген жоқ. Басқа ойыншы бар еді оның орнына. Бірақ жаңағыдай ғой. Мен жаңағы біздің Бақ лигада мен Кумаға сенемін, Кантеге сенемін дегенде ғой. Бір ойыншыны алып кетті, болды. Солға айтып тұрғаным мен. Біз сол нәрсемен әлі таяқ жейміз ертең көресіз. Ертең ұлттық құрама баяғыша мысалы үшін атайын Валиулин, тағы мына Столып Ақтөбедегі
Ақбалықовтар мысалы бабында болса күшті ғой, ертең бабында болмай шақыра берсек бәрі сол таяқ жейміз біз, бәрі сол. Мына жақта біздің балалар қараңғыда қала береді болды. Оның үстіне сөзіңізді бөліп жіберейін, биыл бірінші рет легионерге үкімет ақша төлемейтін болды ғой бюджеттен. Бұл бір жағынан жақсы деп алдық қой біз негізінде. Жас балаларымыз өседі, шығады деп бар ғой. Бірақ бір жағынан аянышты бар ғой негізі. Мысалы кешегідей Семей мен Шымкенттің ойынын қарашы, 12-0 болып отыр есеп бар ғой. Әлі келмей жатты да біздің қазақ балаларын. Жас таяқ жеп піседі ғой енді. Бірақ бәрібір қиын да. Ақшасы бар команда топ болады, ақшасы жоқ команда жоқ болады. Жаман сол да, бұл балдар жерден сынып қала ма, одан кейін ойнай ма, ойнамай ма, мысалы үшін білмейсің да. Мен сосын мынандай бір пікір естіп қалдым өткен жолы. Бірақ өзім де бір қызықтым да сол неге ше, бір пікір талас болып қалды. Сол кезде айтатын мысалы, жаңа сіз айтып отырсыз, Семей 2,5 жыл ғана болды енді құрылғанына, 3-ші жылға енді кетіп бара жатыр. Құрыла салып, қазір Чемпиондар лигасында ойнап жатыр да. Келді, ана аренаны алды, Семейдің кәдімгідей өтетін ойындар матчтей масқара. Бір былай келе салды да команда ше, ақша бөлді енді, ақшаның арқасы ғой, жаңа сіз айтып отырған. Соны айтады өткенде бір жігіт. Батыста дейтін, енді білеміз ғой, сіз өзіңіз батыстансыз, масқара оған жақта футзал дейтін, өз көзіммен де көрдім. Неге батыстан дейді да, сондай бір адам табылмай жатыр дейді да, батыстан бум шығара салатын, міне Семей сияқты қолдан проект жасай салатын адам жоқ па дейді. Сол қалай, спонсорға байланысты ма бұл жаңағы, әлде жаңағы сіз айтып отырғандай футзалды сүю керек па, сондай азамат аз ба Батыс Қазақстан, неге олай бұл? Мен мысалы үшін осы нәрсені өзім таңғаламын. Сізден бөлек бар ғой. Енді бірақ біз анау біреудің қалтасында ақшаны санамайсың ғой. Мысалы үшін жақында анау жанкүйерлер, Атыраудың жанкүйерлері бір ренжіген пост шығарды ғой. Ибрагим Ағдырашев неге Атырауда алмайды дегенде. Ол Ибрагим ағамыз өзі біледі, ол өзінің маңдай тер еңбегі ғой мысалы үшін. Оған да дайын, мысалы сіздің дүкен ашайын деп тұрсаңыз, ол дүкеннің 3 миллион қарызы болса ашпайсыз ғой. Ой құрсын өзім бақашам деп бар ғой. Ол да білген шығар. Мысалы үшін Атырау футбол командасында поля жоқ, қарыз көп деген сияқты. Кеше Каян балалар пост шығарды мысалы үшін. Сол жақтан футзалдың өзінде де ойлаймын, негізі нағыз шынымен дәулетті адамдар бар ғой, ақылды болады ғой. Олар бірінші пайдасын ойлайды. Көздің ашық пайдасын ойлайды. Бұдан маған пайда бар ма, ертең мен Еуропаға шыққанда маған жақсы ақша түсе ма, жанна түсе ма дегенде өзі ойым. Енді бір миллиардер біреу болып, жақсы бір салып берейінші, зал ашып берейінші дегенде. Бірақ ше, зал салып, ананы бәленбай мың адам қойып, билетті ше, әдемі бағаға қойып қойсаң да барады ғой. Мысалы Атырауда толтырады ғой. Қазір екінің бірінің айтатын ақылы осы ғой. Шынымен бәрімізде өзіміздің қолымызда ақша болса бар, команда ашқымыз келеді. Мысалы үшін осы жүргенде бар ғой. Бірақ мысалы Атырауда ол батыс жақта футзалға махаббат дейтін жоғары, оны біліп жүрген барсыз. Бізде әуесқой турнирлердің өзіне 10 миллиондап қояды ғой. Мысалы үшін 10 миллиондап ақша қояды. Жас балалар өседі, үнемі ана ЛФ анда-мында келген кезде команда толық Атыраудан толып келеді бар ғой. Бірақ тап сізге айтайын, мен өзім бейресми ақпаратым, енді анық білмеймін. Мынандай нәрсе бар да. Неге Атырауда басқа жас балалар көп деп өспейді деген бір өткенде сұрақ болды. Жаңағыдай лига көп қой бұл жақта дегенде бар ғой. Мысалы ана Жұмахмет Әжмұқан, Мадиев, Нұрсұлтан деген ойыншылар кетіп қалды. Қатты ойнап жүрді, сол ойыншылар кетіп қалды аяқ астынан. Амандосов дейтін ұлттық құрамаға шақырылды мысалы үшін. Сонда осы сұрақ қойылған кезде көбінің мәселесі ақшаға келіп тірелді. Ақшаға келіп тірелді. Мен өзім атыраулық ретінде, Атыраудың жанкүйері ретінде де таңғалатыным, тіпті мынандай ой болды менде. Мысалға Қайраттың бюджеті миллиард қой бізде, миллиард па сондай, өзім естігенім енді. Ал қарапайым аз шамалы командаларға бір 200-300 миллионның өзі жаңа конкуренцияға жаяды екен естуім бойынша. Енді қараңызшы, мысалы біздің Атыраудың бюджеті большой үлкен команданың бар ғой, үкіметтен бөлінетін 1,1 миллиард, 1,2 болды ғой. Иә, сондай болды ғой. Менде мындай сұрақ болды да, неге осыны большой футболға бере салмайды қасына деп бар ғой. Сендердің мойындарыңа мә бірге қатар өсіріңдер, дамыңдар дегендей қылып бар ғой. Мысалы үшін қарапайым Атырауда сыртпақшы ақсал. Ақтау деген әуесқой футболдан негізі Қазақстанда әуесқой футболдың отаны Ақтау. Бәрі таниды. О жақтың лигасын қарасаңыз, Түркменстанның, Иранның ұлттық құрама, Әзербайжанның ұлттық құрама ойыншысы Ақтаудағы любительский ойынға келем деп ұлттық құрамадан шеттеп алған ғой өзің ойлап қараңыз. Ойнамай қалған ан жақтағы ойын үшін. Ақтаудың футболға деген махаббаты мықты жанкүйерлеріне, бірақ Каспий командасының осыған дейінгі сіз жетістіктерін қараңыз. Былтыр енді биыл шүкір ойнап жатыр ғой. Былтыр дейтін соңғы орында жүрді, әркімнен жеңілді мысалы үшін. Ол сұрақ менде де болады. Мұнайдың үстінде анау кім айтпақшы, Шерхан айтпақшы, алтын тақтың үстінде тажаланып жатқан деп бар ғой. Мұнайдың үстінде командалар ғой мысалы үшін.
Атырауыңды, Ақтауыңды. Білмеймін, мен ол жерде біз білмейтін нәрсе бар шығар деп ойлаймын. Әйтпесе баяғыда Атырау футзал командасында бапкердің көмекшісі болған Райымбек Қауанов деген жігіт болды. Қазір енді ол сол ақшаға байланысты кетіп қалды ол командадан. Себебі енді отбасы бала шаға түсінесіз ғой, асырау керек, жүре бермейді ол команда. Сонда сол жігіт айтқан мына семейдің Феррауоның Семейге келген жаңалық болды ғой. Сол Феррауомен сол кезде сөйлескен ғой. Феррауо Атырау төлей алатындай ақшаны сұраған. Феррауо сол кезде Феррауо бар ғой. Сонда айтып тұр ғой, соны Райымбек Қауановтың айтқаны бар. БС арена сияқты зал салып, базасымен салатын болса, Еуропадағы кез келген легионердің келуге дайын еді. Еуропаға легионерлер бізге көптеп келмейтін, сол ақшаға деген махаббатын қатты оятпасаң, келмейді. Себебі неге? Бізде база жоқ көп жерде. Ол мысалы сіз білесіз бе, Атырау алғаш ашылған кезде, карантиннің кездерінде ма, ана кімдер, корейкалар үздік қақпашылар әлемде. Алмагүл деген ықшамаудан тұрып атты үйдің ішінде, балкон жаттығу істеп жүрді. Оларға ондай керек емес, оларға база керек, тренировка керек, бассейн керек дегенде ғой. Сондай жағдайдың бәрін салатын болса егер, мықты қылып бар ғой. Атыраудың да мықты команда шығады. Атырау қазір сол құрамының өзімен Семейді жеңіп тастап жүр ғой, мысалы үшін жас балаларды өсіріп келеді дегендей. Бізде әңгіменің басындағыдай ғой, академия деген нәрсе жоқ. Мен ойлаймын, жақсы, манағы дәулетті ағаларымыз команда ашпай ақ қойсыншы. Ең болмаса академия ашса екен, академия балалар өседі. Академия балалар өсіп бар, өнет барлығы бар ғой, өзім ойым. Ал жаңа сіздің сұраққа, мұнайдың үстінде отырып, неге топ команда шығармайды Батыс дегенге мен жауап бере алмаймын, себебі ол жақтан мен де солай таңғалдым. Жаңа жігіт әдемі айтып отыр негізі. Сол үшін, таңғаласың, шынымен жетеді. Мүмкін оның үстіне үлкен футбол емес қой, миллиард қалып жатыр ғой қазір. Қаншама қарыз, батпан қарызымен алып жатқан адамдар бар да, миллиард клубтарда. Негізі Атыраудың ашылуы бар ғой. Атырау футзал командасының ашылуының өзі бір жылдары осы Атырау Қазақстан кубогына қатысты, бірінші сала болып қатысты сол кезде. Содан кейін қауесет тарап кетті. Атырау футзал командасы жабылуы мүмкін деген. Демек, белгілі бір кісілерге ұнамаған шығар. Футзал керек емес бізге. Осы футбол, мысалға біз үлкен футболда енді айтып жатырмыз, Астананың мынандай 5 миллиард қарызы бар деген сияқты. Примерно енді. Футзалда сондай қарыздар бола ма негізі? Футзалда көп болмайды ау, өзім ойымша. Және енді сіз айтып отырған футзалда қарыз деген нәрсе мен естігенім журналист ретінде. Мынандай нәрсе болады екен. Бюджетті бөледі ғой. Бөлген кезде жаңа қаңтар ақпан түсіп болмайды ғой. Сондай кездерде қарыз болып қалады, 1-2 айлығын төлемейді. Сондай кезде мынандай ойыншылар болады, легионерлер бар ғой. Легионерлер болады, жаңа 2 айлық алмаса ойнамаймыз деп жүретіндер ғой. Сол кезде мынандай нәрсені естідім. Демеушілер арқылы легионердің айлығын тауып береді де, жергілікті ойыншыларға шыда болады. Немесе андай мықты капитандар болады ғой, әр команда, мысалы Каспийде, Ақтөбе дегендей мықтылар команда, ойнамай жүрген легионер айтады барып. Жаңа ойнап, негізі бар ғой, ойнап берсе, үйтіп бер айтады жаңағыдай. Жаңа біздікі намыс қой, қазақы намыс. Бірақ шеттен келген легионерге намыс не керек ғой? Ақша үшін келіп отырған. Бақтабек сияқты ғой, балашасын асырау керек қой, мысалы үшін. Ойлап қарасаңыз бар ғой. Сондықтан жаңағы сіз айтқан енді бюджеті бір 200-300 миллион ғана болса, бұнда айлықтар қанша сонда футзал? Енді сіз білесіз ғой енді оны. Футзалдың айлықтары бар ғой, мен сізге айтайын. Осы айтайықшы, бізде көп айтпайды ешкім. Мен айтайын. Ана жақтың айлығын білемін, 20 миллион. Өзім естіген ақпаратымды айтайын да. Футзалда естіген ақпаратын легионер мен жергілікті ойыншы салыстырған кезде легионердікі жоғары. Ал қазақ балаларының ішінде ең азы 150 мыңға ойнайды. 150 мың теңгеге. Тіпті соның ішінде енді атын атамай-ақ қойын, бірақ кәдімгідей айлық түспеді рақа деп сұрағандар болды да, мысалы айлықтан бере саламын деп. Сұрайсың, қызыққа қанша аласың, енді айтпайды ғой негізінде. Келісімшартта құпия болады бәрі. Бірақ 150 мың алатын балалар бар. Ең көбі қазақ балалардың 500, 600, 700 алады. Мен сізге. Сондай ғана алады. Енді бірақ мен Қайраттың ойыншылары есту ренжуі мүмкін, мен оны білмеймін ғой жаңа. Мен өзім білетінімді айттым. Ортан қолы енді жаңа. Бірақ күні кеше көше футболынан шығып келген бала 150 мың, 200 мың ғана алады. Мен тік айтайын. Сөйтіп ойнайды, 150 мың, 200 мың ойнайды. Тіпті былтырғы маусымда кім айтты? Каспийде 100 мыңға ойнайтын балалар болды, 100 мың теңгеге. 100 мың теңге ойнайды, және оларға шарт қойып тастаған. Любительский лига ойнамайсыңдар деп бар ғой. Любительскийден көп табады ғой негізі былай қарап. Сосын Жетісу командасында да 150 мыңға ойнайтын балалар бар, жас балалар, енді шығып жатқан балалар, жарайды соған деп бар ғой. Сондай балалар бар. Биылғы маусымда ойнап жатқан балалар бар, 150 мың ойнап жатқан. Енді олардікі 150 мың деген махаббат болып тұр ғой енді. Махаббат, намыс, өзімнің облысымның атынан ойнау деген сияқты нәрсе ғой. Ал біреулер үшін кәсіпқой деңгейде ойнасам жарайды маған, мүмкін көрініп қалар, мүмкін маған өмірімде беріліп қалған мүмкіндік шығар деген сияқты нәрсе ғой. Әйтпесе анау біздікілер айтқандай бұл
менің дос балам футзалда ойнайды кәсіпқой деңгейде дегенде оны бір оған Роналду сияқты қарап керек емес. Миллионер мынау деп бар ғой. Шын сөздің ашығы бар ғой. бәрі қарапайым балалар. Иә, қарапайым балалар. Міне айттым ғой. Мысалы үшін тіпті мынандай балалар бар. Демалыс болады ғой. Бірінші лиганың кезінде, сол кезде турнирлер болады, достық кубогы, бірдеңенің атындағы турнир, бірдеңенің турнир, жаңағы соған ойнау үшін бір ойынға 20 мың алатын балалар бар. Сол жаққа ойнап келеді, тәуекел етіп ойнап келеді. Мысалы травма оқымаған, бірақ 4 ойынға қарап 80 мың теңге алып келеді, ойнап келеді барып. Сіз мына Құлсарда өтетін жарыстардың, Қызылорда жарыстарының бәрін қараңыз, бәрінің жарнасы бар. Бір ойынға 100 мың, 200, мысалы, сіз турнирге 200 мың дейді, турнирге 200 мың алам, призовойды бөлесің бе, өзің білесің дейді. Мен ұтайын 200 мың бересің дейді. Ондай ойнап беретін балалар бар. Взнос. Енді осы жерде сұрақ туады да, не үшін олар ойнайды барып деген. Сіз мысалға 6-6-тан болатын жарыс, 5 топпен болатын жарыс бар ғой. Соны Анарбектің жүрген көрдіңіз ба? Сатпаевтың жүрген көрдіңіз ба? Айлықтар ондай емес олардың. Олар бармайды, менсінбейді. Олардың айлықтары андай аз. Мына айтқаным сол, жетім бала сияқты деген бар ғой. Берсінші мысалы үшін біздің қазақ балаларға миллионнан бар ғой. Бармайды олар. Жаттығуын істеп жүре береді, болды. Кәсіби түрде жүре береді, өседі, дамиды деген сияқты ғой. Әрине 150 мың теңге бергесін. Талай журналист ретінде маған жазған балалар болды бар ғой. Жаңағыдай тіпті ойын біткеннен жаңағыдай 2 ай болды айлық ала алмай жатқанымызға, анау бірдеңе, бірдеңе дейін десе қорқытады. Алып тастаймын командадан, бүйтемін. Тіпті бар ғой, ана осы айлықтың мәселесімен жұмыстан кетіп, ең күлкілі жері любительский лиганың командасы айлықтан жоғары ақша берген балалар болған ғой. Любительский лиганың қалай ойлап қарасаң бар ғой. Бізге ойнап берсең, маусымға мындай ақша береміз деген. Сосын кетіп қалған ғой любительский. Кетіп қалған, ондай балалар көп кетіп қалған. Немесе Каспийде мынандай ойыншылар болған. Ойнаймын осы айлыққа деген. Бірақ маған любительский ойнауға шектеу қоймайсың. Сен бала шаға асырау керекпін дегендей. Бұл көп айтылды ғой, көп айтылған әңгіме ғой. Оны Қазспортта да айтты, біздің сол алатын айлықтар аз болғасын амал жоқ ойнайды деп. Себебі біздің қазақ футзалы ойыншыларының көбінің жағдайы жетім баланың күйі сияқты ғой. Жағдайы қатты мықты емес. Біз енді қазір көп үлкен футболды айта береміз да бізде. Мен де қатты футзалдың шыны керек, бір қатты білмейді екенмін, сол үшін жаңағы таңғалып отырғаным сол. Сосын тағы бір маған қызық мәселе, футболшылар енді ішкі чемпионатта пойызбен жүре ме әлде қалай? Ұшақпен жүреді ғой. Енді андай, ол Семей енді жарайды, белгілі. Қайрат, Семей. Жоқ, барлығы ұшақпен жүреді. Негізі мынандай нәрсе бар. Мысалы үшін Атырау мен Бәйтерек ойнай ма? Автобуспен жүреді. Жақын ғой Орал. Ақтөбеге ұшақпен ұшады деген сияқты ғой. Енді тап анау айтқандай бейшара емес, енді сөздің ашығы бар ғой. Самолетке билетке ақшалар болады ғой. Кейбір КПЛ-ның командалары жүрді ғой. Қайсарды көрдік қой енді ондай Қайсар. Соны айтып енді ол кезде бір жағынан ол Қайсардың маркетингіне күшті болды ол. Қазақ балалар жаңағы жеткенше 1 жылдық контент түсіріп алған ғой. Ақшаны үнемдеп деп пойызбен кетіп барады деп па. Енді ол жерде былай ғой. Қызылорда, Қайсар, ар жағы Ақтөбе тиіп тұр ғой. Бір шекара екеуі пойызбен бара салған шығар. Біздің Атыраудың Оралға автобуспен баратын сияқты ғой, мысалы үшін. 4 сағаттық жолда. Сол сияқты, бірақ енді анау айтқандай ұшаққа ұшатын ойыншыларына ақша тауып бере алмаса, ол командада ештеңе жоқ деп ойлаймын. Болады, ол жағынан мәселе жоқ. Мәселе сол жаңағыдай айлық беру мәселесі. Үкіметтің ол жерде де айтып тұрмын ғой, егер жекеменшік команда болса, ол командада айлықта мәселе болмайды. Себебі мысалы үшін сіздің командаңыз болады да, сіз өзіңіздің командаңыздың өзіңіз ақшасын бермей қалмайсыз ғой. Иә. Балалардың еңбегін білесіз. Өзің үшін бересің, иә. Бізде не нәрсе, бізде системада қатып қалған баяғы. Ол қасқа баяғыша айлық бермей жатса, директор жаман, директор жек қойған деген болады да, олай емес. Оған да облспорттан басталады ғой. Министерство облспортқа бөледі. Облспорт беріп болмайды, оны алып болғанша ана легионер жылап болады, ол легионердің аузын жабу үшін ана компанияға бір барады, маған 50 миллион береді, маған 40 миллион береді, анау түске үшін жаба салам деп бар ғой. Сөйтіп жүрген еңбек ол жерде, әйтпесе оны жеп қалатындай бір несі жоқ. Үкіметтің мойнында тұтқасын сол, соған арта салады. Керек болса бар ғой, тәуекел нәрсе ол. Мысалы мен команда Атырау командасының директор болдым деймін, мен келісіп қойған балам айлыққа, ал маған келер жылға бюджет бөледі ғой. Маған аз бөліп жүреді, мен не істеймін? Кірдім ғой, қарызға кеттім ғой. Өте қауіпті үкіметтің мойнында отыру деген нәрсе сол жаман жағы бар ғой. Енді биыл заң қойды ғой, легионерлерге демеушілер төлейді деп білмейміз енді оны қалай істеп жатқанын. Бірақ осы нәрсе біздің футзалдың деңгейін біраз түсіріп тастады. Тартала ма, қалай футзалға беретіндер бар ма ақша? Бар шығар деп ойлаймын, мен тарта алмаса енді Семейде ұстап отыр команданы. Семей жақсы ұстап. Семей жарайды енді, ол букмекерлік кеңселері бар, алып жаңағы. Мен Атырауда енді сен жаңағы мұнайшылар бар шығар енді ұстап отыр ғой, бізде де Алисын, Габриэль мен Жота үшеуін ұстап отыр ғой. 3 легионерімізде қазір. Былтыр көп болды, былтыр бұлардың бәрін алып тастады. Биыл тек үшеуі ақтайды ақшасын негізі. Ал андай пікір оқыдым да өткен жолы, мүлдем алып тастаса деген сияқты ше.
елестетуге бола ма негізі Болады. қазақ футболын? болады. Ал сборныйдан ше тек қазақтар ойнаса ше қиындау ма? Өткенде сондай бір пікірлер жүрді, Жоқ, біреулер пікір андай таластырып ғой, жатыр. жоқ, болады істеуге. Болады, бірақ деңгей деген нәрсе төмендеп кетті. Бұл жаңағы сіз бен біздің бағы лигада ойнап жүрген кезде операторды алып тастау деген сияқты нәрсе ғой, қатты ойнайтын. Ойнай, онсыз да ойнай бересің, бірақ деңгей бір қалыпты қалып қояды да. Себебі не керек? Айтайын ба не үшін? Мынау ондай нәрсені арабтар білмейді дейсіз ба? Арабтарда Роналдулар шақырып жүрген, солармен бірге өссін, медиамыз дамысын деген оймен жоқ, негізінде балаларымыз өссін деген сияқты бар ғой. Сол тараптан біздің балалардың легионерлік ілесі өсуіне жақсы ол. Ал бір деңгейде қала беру, бұл мынау Беларусь чемпионаты жатып кетеміз ғой біз. Беларусьтің чемпионаты футзал тура сондай. Ол үлкен футбол да сол, футзал да сол. Легионерсіз ойнайды, тура легионерсіз ойнайды, кім үй жақтағы ойнар сияқты біреу ойнай береді. Онымен де жақсы, енді балалар көп уақыт алады деген сияқты нәрсе ғой. Бірақ үйде сен қасқыр болғанмен сыртта басқа жоқ боласың да. Сыртта себебі легионердің аты легионер ғой. Спортник легионермен ойнайды, Бенфика легионермен ойнайды, Пальма легионермен ойнайды. Оның қасында сен білен қазақ балалармен қайда барасың? Жарайды, енді бұл клубтар жарайды, енді ақшамыз жетсе төлеуге болады. Ұлттық құрама натурализациялау дейтін қалай ол? Мен оны өз басым, егер болашаққа деген сұрақ қойсаңыз, болашаққа өз басым тек қазақтар дегенді қолдаймын, негізінде қолдаймын. Ал енді келесі жылға, алдағы 5 жылдыққа жоқ дегенде әлем чемпионатына дейінгі деген бар ғой, оған дейін мен қолдамаймын. Біздің қазіргі деңгеймен, ол мен кешірсін, біздің қазақ футболшылары, мен кешірім сұраймын. Соның ішінде жаңағы өстіп сұхбатты көріп алып, кейін артынан ренжитін балалар болады. Сен біздің қазақ балаларға сенбей отырсың ба деп. Ондай емес, жігіттер, ондай емес. Сөздің ашығы түсіну керек та. Мен мысалға музыкант ретінде бір аренаға шығатын болсам, гитара ойнап, мен өзім 10 жерден ойнап білем десем де гитараны, егер маған айтса, сенің қасыңа бір француз гитаристті қоямыз, ол мықты десе, мен келсем. Мен тұрмаймын, мен қазақ, мен мықты ойнаймын гитараны деп. Себебі оның тәжірибесі мықты, ойнап берсін деп келсем бар ғой. Сол сияқты нәрсе, мен біздің қазақ футболшыларына сенем, бірақ ұлттық құраманың абыройы үшін қазіргі жоқ дегенде кем 3-4 жылда бізге керек. Етсін бар жақсы мысалы үшін. Етсін, мен мысалы үшін ана аяттағы Солақай бар ғой, Атығымет мықты. Сол жігіт өткенде ақпарат шықты ғой, қыркүйектен бастап ойнау керек деп. Қосылам, сондай ойыншы керек. Бізде Солақай ойыншы жоқ қазір ұлттық құрамада. Бір Солақай жоқ, дұрыс себетін. Алдып кете қоятын бар ғой. Бәрі командалық ойын болды. Сондықтан қолдаймын. Жаңағы кезіндегі рейтингтегі орынды көтеріп, қайттан Қазақстан ұлттық құрамасы дейтін абыройды қайтару үшін әзірге бізге керек. Өсіп алу үшін кішкене. Жақсы, енді соңғы сұрағымыздың бірі болсын. Бұрынғы какаудың деңгейіндегі Қазақстан, әлемдік рейтингте бірінші, екінші орын, үштікте жүретін Қазақстан ұлттық құрамасына шығу үшін бізге қанша уақыт қажет? Алдағы уақытта, болашақта неше жылымызды сарп етуіміз керек? Неше жылымызды емес, әлем чемпионатына дейінгі уақыт деп ойлаймын өзім. Бізде қазір уақыт көп. Еуропа жоқ, біз демаламыз. Әлем чемпионатына өткенде Нұрсұлтан Құрманов айтты ғой, қаңтардан бастап дайындық басталады деп бар ғой. Әлем чемпионатына енді біраз нәрсені түзеуге болады. Какаоға уақыт жеткілікті негізі. Егер Евроға дейін десе, онда кішкене қиындау еді. Ананың жарақатын, мынаның бірдеңе істейтіндей, қазір какаоға келіп, бәрін қайтадан жөндеуге болады. Оған біріншіден, менің ойымша бірінші қойылатын мәселе ұлттық құраманың ойыншыларын жинақтау. Сосын ол сөзсіз енді ол алады легионер. Менің ойымша 1-2 мықты жоқ дегенде енді Эдсон бар бізде, бір легионер керек, менің ойымша бар ғой. Сосын Игита қартайып кетір қазір. Игитаны Игитаның жасы келді. Оған сөз жоқ, ол әлемнің 3 дүркін, 5 дүркін қақпашы адам ғой, оған әңгіме жоқ. Қазақстан футзал тарихында Дуглас Джуниор, Лео, Игита аттарын алтын әріппен жазып кетті. Тайнанға да рахмет жасап кетті. Бәрін біздің тарихта қалды олар. Бірақ тарих бір орында қалмайды ғой. Келесі бір мықтының орын бір мықты басу керек. Мысалы үшін бізде бар Нарун Серіков бар, Шарапиден Верасыл бар, бірақ тәжірибе аз. Біреу қолмен жақсы, біреу аяқпен жақсы дегенде ғой. Бірақ Игитаның мен мысалға жаңа біреулер сөксес өтетін жар, Денис Талықбалды қолдадым. Ұлттық құрамаға. Денис өте мықты қақпашы бар ғой, ұлттық құрамаға ойнап берсе. Себебі қазір өзіміздің жыртығымызды жаман айтқан кезде апарып оның үстіне қақпашылар ойнататын болсақ, Игита айттен мен ойнап берем әлі дегенде айтты ғой бір кезде. Сол осы соңғы ойында Италиямен ойында сол Игита тұрмай қойғанда болар еді деген пікірге қалай қарайсыз? Сол білмеймін, енді өз басым бар ғой. Мен айттым ғой жаңа бір олардың қасында жүріп сыншы ретінде айтатындай не емеспін.
себебі дәл сол ойынның алдында пресс-конференцияда болдық қой бәріміз. Никита айтты, менің бірінші ойында жарақатым болды, бірақ мен екінші ойында ұйықтамай күтіп жүрмін деп айтты осылай. Мен дайынмын. Денсаулығымызды алаңда қалдырамыз тура сол айтты ғой. Никитаға да енді өкпе жоқ деп ойлаймын. Пенальти сериясында бар ғой негізі. Никитаға неде өкпелейсің енді ол жерде? Сен бір ойын лотерея дегенге де келіспеймін мен. Осы сөзді айтып жіберейінші. Пенальти деген нәрсе лотерея деген келіспеймін. Пенальти лотерея емес, пенальти психология. Сөздің ашығы. Психология деп ойлаймын мен. Дайын болды Италия. Италия бар ғой. Ода мындай болған сияқты. Менің ойымша сол кезде. Жеңілсек, қазақстаннан жеңілдік, өкпелемейміз. Бірақ жеңгенде итальян эмоциясын көрдіңіз ба? Іштегі эмоция. Асқара болғандар. Біздікілер үнсіз қалып қойды ғой, біздікілер себебі дайын болған жоқ. Білесіз ба, пресс-конференцияда болған болсаңыз, сұрақ қойылды. Какаға. Сіздер пенальти сериясын дайынсыздар ма? Тура осы сұрақты қойды. Тура Елдар Аманбаев қойды сол кезде. Тура сонда Кака үндемей қалды, басында үндемей қалды да, біз енді пенальтиге апармаймыз деп ойлаймыз деді. Бірақ тағдырды алып кетті пенальтиге. Осы нәрседен де біз сабақ шығара алмай жатырмық қой әлі. Шынымен әлі ғой, әлі. Испанияға ұтылдық, Португалияға ұтылдық, үшінші мәрте пенальти ұтылдық. Ана пенальти, Үшкемпіріпте пенальти ойнап тұрған кезде әлі есімде, қасымда Әлімжан болған менің, сол айтқан. Біз бар ғой, пенальтиден жеңбегіміз ешкімді қорқынышты осы нәрсе деп бар ғой. Шынымен пенальтиден жеңбеген ештеңеміз. Бір гол соқпадық қой біз. Бір гол соқпадық. Нөлмен кеткенбіз. Нөлмен кеттік қой. Италияның жеңісіне қарап тұрдық қой ол сөзді. Бірақ ана нені Үшкемпіровтің соңында ойыннан кейін залдың светін бәрін өшіріп тастаған. Ана итальянецтер келіп қайта жақтырып, қайта фотоға түсті ғой сол жерде бүкіл командасымен. Сол кезде көрдім, енді белгілі болды ғой сол кезде ше. Ойлаңызшы енді мысалға, біз баяғыда Еврода жаңа Испаниямен 4-4 болатын матчта ғой, 5-5 па 4-4 болатын матчта, сол кезде Италия Қазақстанды менсінбейтін. Сол менсінбейтін Қазақстан содан бір өсіп келгенбіз ғой біз. Өсіп келіп сол пенальтиде құлап тұрдық қой. Сол Италия сол кезде бір жеңілді бізден. 8-ге 4 па есімде сол кезде. Құрам мықты болды, ұтылып қалды. Бәрі айтты. Италияның құрамында 5 жеңіліс бар, ұтылып қалды Қазақстан. Бірақ бұл жол керісінше келді ғой, бұл жерде Қазақстан фаворит болды ғой. Қазақстан фаворит болып келді. Сол кезде біз қатты қуандық қой. Сол дайын айналды ғой. Өмір бумеранг дегенге келіп тұр ғой. Какада енді пенальтиге барғысы келмеді, енді жағдай осындай болды. Бәріміз сендік енді, бірақ жеңе алмадық, не істейсің. Жақсы, енді Ерболат мырза, бүгінгі сұхбатымызға келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осы шығарылымның астында сілтеме бар, сол жерге өтсеңіз, біздің демеушілер сіздерге арнайы сыйлық дайындап қойған екен. Жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар.